Баршаңызға сәлем. Сіздермен тілдеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Қазақстанның 3 облысы Маңғыстау, Атырау және Солтүстік Қазақстан облыстарында 13 қазаннан, ал Астанада кешеден бастап карантин күшейтілді. Бірақ бұл аймақтардың барлығында науқастар саны басқалардан қарағанда аса көп емес. Министр Цой оған саясаттың қатысы жоқ дейді. Одан басқа Цой алдағы парламент сайлауы онлайн өтуі мүмкін деді. Ата заңымызға сай сайлау 2021 жылдың 25 қаңтарында өтуі керек. Тоқаев келесі аптаның соңына дейін сайлауды жариялау керек болатын. Елдегі мардымсыз онлайн оқуға әзер жарап жүрген интернет оған дайын ба? Әлде Беларусь пен Қырғызстандағы жағдайдан үрейленген билік үшін таптырмас айлама? Бүгінгі шығарылымда сол туралы және карантин желтоқсанда енгізіле ме? Вирусты екінші рет жұқтыру қаупі қандай деген сұрақтар аясында сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын әдеттегідей сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Көрші Қырғызстан жаңалықтарын қозғамаймыз бүгін, бірақ президент Сооронбай Жээнбековтің бүгін орнынан кететіні туралы хабарлағанын айтпай кетпесе болмайды. Жээнбеков бұрын Атамбаевтың командасында болып, 2017 жылы 54% дауыс жинап, президент болып сайланды. Ел басшысы қызметін енді уақытша парламент спикері Қанат Исаев атқаратын болады. Қырғызстандағы жағдай әрі қарай қалай дамитынын мұқият бақылап, келесі шығарылымда міндетті түрде айтатын боламыз. Сонымен кеше денсаулық сақтау министрлігінің коронавирустың екінші толқынына дайындық деп аталатын кезекті брифинг өтті. Жалпы осы жылы журналистердің жұмысы министрлердің айтқандарын адам түсінетін тілге аударып, халыққа түсіндіру болып кетті. Себебі бірінші толқын, екінші толқын деп карантинді енгізу ережелерін апта сайын өзгертетін министрлік әдейі адамдарды шатастырып, оның үстіне түсініксіз тілмен сөйлейтін сияқты. Сонымен Цой кешеден бастап Астанада бірқатар шектеулер қайта енгізілетін хабарлады. Солтүстік Қазақстан облысының бірнеше жерлеріндегідей елорда әлі жабылған жоқ. Бірақ соған қарамастан кафелер, мейрамханалар, барлар, асханалар және тағы басқалардың жұмыс уақыты қысқартылды. Сондай-ақ қазір нотариустар, адвокаттар, есепшілер және басқа кәсіпкерлердің де жұмыс уақыты қысқартылатын болады. Жексенбіде қоғамдық көліктер, яғни автобустар жұмысын тоқтатады. Сонымен қатар бірқатар басқа нысандар уақытша жабылады немесе алдын ала жазылу арқылы ғана жұмыс істейтін болады. Мұның бәрі Астана мен Солтүстік Қазақстан тұрғындары, әсіресе кәсіпкерлер үшін күтпеген жағдай болды десек қателеспейміз. 2 апта бұрын ғана денсаулық сақтау министрі Алексей Цой брифингте елдің барлық аймақтары жасыл зонада екенін, яғни карантин енгізбейтіндіктерін айтқан болатын. Ал енді ауруханалардың толу коэффициенті 15%-дан аспады. Бұл карантин енгізу үшін қажет 70%-дық деңгейден өте алыс. Осыған қарамастан шектеулер енгізіп отыр. Не болды? Күрт өсім болды ма? Аурулардың ресми санына қарасақ, жоқ. Қыркүйекте қазіргіден көп болған күндерде болды. Цойдың айтуынша Астанада R саны өсті. R саны дегеніміз вирустың бір адамнан екіншіге жұғу жылдамдығын анықтайтын министрлік енгізген арнайы критерий. Ол сан бірден төмен болса, эпидемия қарқыны басылып келе жатыр дегенді білдіреді. Олардың айтуынша қазір елімізде осы санның көрсеткіші 1,1. Қызыл зонаға Астана енді. Бірақ басқа қалаларда R санының қандай екені айтылмады. Мысалға, Атырауда келесі аптада кафелер жабылатын болса, олардың иелерін шығынға қалдырмай, алдын ала айтса болмай ма? Ал қазір Алматыда немесе Шымкентте көрсеткіш қандай? Оны да біз білмейміз. Астанадан бөлек шектеулер Атырау облысында енгізілді. Онда да кафе мен мейрамхана, базар, сауда және ойын-сауық орталықтарының жұмыс уақыты қысқартылды. Фитнеске және спорт секцияларына тыйым салынды. Ал Сағынтаевтың айтуынша 250 адам ауруханаға түскен жағдайда. Алматыда да карантин енгізіледі. Сонымен қатар Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облысында 13 қазаннан бастап карантин шаралары күшейтілді. Екінші толқынға дайындық жүріп жатыр десек болады. Науқастардың санының көбеюін билік әуе рейстерінің қалпына келуімен адамдардың маска тақпауынан деп түсіндірді.
Жалпы брифингте айтқандары, болжамдары карантин желтоқсан айында болады дегенді нұсқайды. Алайда бәрі оны тура айтудан қашып отыр, немесе без баяғыдай бәрі бұлыңғыр. Осы тұста халық арасында карантин тек бюджеттен ақша жымқыру үшін ғана енгізіліп жатыр деген теориялардың пайда болып жатқаны таңғаларлық емес. Қазір әлеуметтік желілерде Қазақстан коронавируспен күреске деп Азия банкінен 917 миллион евро қарыз алды деген хабар тарап кетті. Біздің билік ақшаны шынымен алды. Бірақ конспирологиялық хабарлар бойынша Қазақстан ол соманы алу үшін карантин шектеулерін енгізу керек. Әйтеуір жұмыс жасап жатырмыз деп көз бояушылық жасаулары керек. Ал кенеттен Цой немесе Тоқаев коронавирус жағдайының шынайы картинасын берген күннің өзінде қарызға алған ақшаны өз қалталарына салады деген ойдан айну қиын. Егер сол Тоқаев, Цой немесе басқа биліктегі адамдар барлық ақпаратты жасырмай бере бастаса, адамдарға маска тағыңдар, індетпен күресте біздің айтқанымызды орындаңдар деп бұйрық бергендерде орынды болар еді. Шындықты айтпаса, оны неге халық тыңдаулары керек, неге сенулері керек? Маска тақпайтындар да содан шығар. Цой коронавируспен ауырып шыққандар екінші рет ауыру мүмкін деп дүрліктірді. Бірақ ол хабарды әлем ғалымдары бұрын таратып тастаған. Одан басқа Цой алдағы парламент сайлауы онлайн өтуі мүмкін деді. Цойдың сөзінше, осы уақытқа дейін орталық сайлау комиссиясымен бірнеше жиналыс өтіп, дауыс берудің түрлі форматы қарастырылып жатқан көрінеді. Біздің мақсатымыз сайлау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Сайлау қандай әдіспен өтсе де, біз үшін барлық санитарлық норма орындалғаны маңызды. Біз дауыс берудің барлық мүмкіндігін онлайнды да, дәстүрлі әдісті де қарастырып отырмыз. Талап бәріне ортақ. Адамдар көп жиналса, арақашықтық сақтап, маска тағып, қолғап киіп, дезинфекция құралдарын қолдану керек. Денсаулық сақтау министрлігі қауіпсіздікке жауап береді. Сайлауда эпижағдайды сақтау үшін, дауыс беруді қауіпсіз өткізу үшін барлық шараны қарастырамыз, деді ол. Осыдан бірнеше күн бұрын желіде парламент сайлауында онлайн дауыс беруге қарсы петиция жарияланды. Оның авторлары Тоқаевтан заң жүзінде сайлауды онлайн және аралас түрде өткізуге тыйым салуды. Пандемия кезінде сайлау шараларын кейінге қалдыруды сұрады. Олар петицияда былай деп жазған: жақында өткен праймериз мұндай сайлау жүйесінің қаншалықты ашық еместігін көрсетеді. Біздің цифрлық жүйе техникалық жағынан, заң тұрғысынан мұндай дауыс беруге дайын емес. Қазақстан Конституциясы мен сайлау туралы заңында электронды дауыс беру интернет арқылы дауыс берумен теңестірілмейді. Біздің заңнама құпия дауыс беру принципін бұзатын мұндай әдіске тыйым салады. Сондықтан алдағы сайлауды тек учаскеде дауыс беру арқылы өткізуді талап етеміз. Сайлаудың жақындағанын Нұр Отанның әділ өтпеді деп айыпталып жатқан праймеризі еске түсіреді. Елдегі мардымсыз онлайн оқу жүйесіне әрең жарап жүрген интернет үлкен көлемдегі сайлауды өткізуге сөзсіз жарамайды. Сайлауды онлайн өткіземіз бе деп шынымен халықтың денсаулығын уайымдап отыр ма? Әлде сайлаудағы дауыс санын бұрмалауды оңайлатуды ма? Саясаттанушы Досым Сатпаев бұл туралы пікір білдірді. Жалпы әлемде 20-ға жуық ел электронды дауыс беру жүйесін қолданады. Оның көбі демократиялық жүйедегі елдер. Соның өзінде ол жақтың сарапшылары сайлау туралы барлық ақпаратты қамтитын серверлердің толық қауіпсіз емес екендігін айтады. Осыдан дауыстарды бұрмалау қаупі туындайды. Киберқорғаныс саласындағы сарапшылардың пікірінше, электронды дауыс беру кезінде сайлаушының сөз бостандығын тексеру мүмкін емес. Және шын мәнінде дәл сол адам дауыс бергеніне де сенімді бола алмаймыз. Оның үстіне электронды сайлау беруде сайлау құпиялығы ғана емес, сонымен қатар дауыстарды қайта санау мүмкін емес. Әрине онлайн дауыс беру кезінде манипуляция қолдануы да көп кездеседі. Әсіресе ашықтық сөзін қызыл тізімге енгізуге болатын жүйелерде бұл сөзсіз қолданылады. 1995 жылдан бері кімнің дауыс берген емес, кім санайтыны маңызды. Қазақстан жағдайында онлайн дауыс беру билікке үлкен сый болар еді.
Қырғызстан мен Беларусьтегі жағдайларға қарап мазасызданған әрі өткен жылғы сайлаудағы тәуелсіз бақылаушылардың белсенділігі биліктің әлі есінде. Біздің жағдайдағы дауыс берушілер мен бақылаушылардың қатысуынсыз өтетін парламент сайлауын, оның нәтижесін заңсыз деп санасақ болады. Парламент сайлау демекші, азаттық мәжіліс депутаттарына билік екінші толқынға дайын ба деп сұрақ қойып көрген екен. Олардың не деп жауап бергеніне назар аударайық. Бірінші толқында көп нәрселерді көрдік қой. Сондықтан екінші толқынға дайындығы енді лайым болмасын, бірақ дайындығы жақсы деп айтуға да қазір ерте ғой, бірақ енді уақыт көрсетеді. Мен дайынмын әйтеуір. Үкімет үшін емес, өзім үшін жауап берейін, дайынмын мен. Өлсе өлерміз, тірқалсақ тірқаламыз. Құдайдың жазғаны болады. Дайын болғанда маскаңды тақсаң, кешірсең ұйқың қандырса болды емес пе? Біз енді қазір бюджетті де қарап жатырмыз. Біз қыруар ақша қазір бөліп жатырмыз. Осы аямай денсаулық саласына, сондықтан соның бәрін дұрыстап жаратсақ, қазір ештеңеден қорқатын ештеңе жоқ. Себебі қазір керекті аппараттардың бәрі алынған, мына больницаларда барлық жерде орын қазір дайын, бұрынғыдай орын жоқ деп айтатындай емес. Енді дайындық жұмыстар жүргізіп жатыр ғой. Министрлікте, жергілікті атқарушы органдарда тиісті дәрі-дәрмек алып жатыр, техника алып жатыр. Сондықтан енді уақыт көрсетер, госпитальдер салынып жатыр. Бірінші адам өзі дайын болу керек қой. Мен дайын болу керек, сіз дайын болуыңыз керек, мына түсіріп тұрған оператор дайын болу керек. Рас қой. Адам дайын болу керек бірінші. Өзі сақтана білу керек. Бірінші өзінің қауіпсіздігін ойлану керек. Санитарный нелерін, нормаларды орындау керек, рас па? Айналайын, мен жол жөнекей еш нәрсе айтпаймын. Тоқтап айтып бересіз маған? Жоқ, уақытым жоқ. Бір ғана сұрақ, 1 минут уақытым. Жоқ, қалқам. Олай болмайды. Жақсы. Елдегі жағдай туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.